Баршаға сәлем, біз бүгін автомеханика Астана көрмесіне келіп отырмыз. Бұл жерде өнімдердің жаңа үлгілері, жаңа ұсыныстар, автобизнес өкілдеріне арналған жаңа ұсыныстарын талқылауға алаң жасалған. Бұл жерде өз өнімдері мен қызметтерін ұсынып отырған компаниялардың ішінде Körher, Alcor, Eikos сынды және тағы басқа компаниялар бар екен. Сонымен қатар бұл көрмеде коммерциялық, автобустық және жол жөндеу техникалары ұсынылған. Оның ішінде отандық Сарыарқа Автопром және Қазтехно компаниялары өз өнімдерін ұсынып отыр. Бірге көріп шығайық. Бір айта кететін жайт, бұл жерде ара қашықтық сақталған, барлық келушілер жеке-жеке бір-бірден кіреді. Осы арқылы санитарлық нормалардың бәрі орындалған, ашық программасы арқылы өтіп жатырмыз. Сол себепті көрменің ұйымдастырылу жағына оң баға беріп жатырмыз. Кіре берсем байқағаным, бұл жерде автобөлшектер берілген. Бұл бөлім бойынша барлығы автобөлшектерге байланысты. Шиналар мен дискілерге келесі бөлім. Ар жағында мініп ішін көруге болатын көліктер ұсынылған. Бұған қоса біз осы жерде көрмеге қатысып отырған компаниялардың қызметі жайында әріптестерінен сұрайтын боламыз, білетін боламыз. Кеттік. Ұсынып отырған компаниялар демекші, мен патриот ретінде ең бірінші қазақстандық өнімге келдім. Бұл пикап Алға деп аталады. Қазір оның қызметі мен жалпы көлік туралы компанияның қызметтерінен сұрап білетін боламыз. Сәлеметсіз бе? Біз YouTube арнасынан боламыз. Есімім Шолпан. Бұл қазақстандық өнім. Бұл Қазақстанда шығарылған машина, Алматыда шығарылған машина. Бүкіл запчастьтар Қытайдан кіреді. Біз өзіміз Алматыда жинаймыз полностью. Қазақстанда жиналған. Өзіміздің брендпен уже сатуға шығарамыз. Бренд Алға деген. Жүлдені көріп тұрмын, бұл қандай жүлде? Бұл жүлде біз алдында Маслова деп аталады. Міне, Кубок Маслова 2019-да қатысып не істегенбіз? Бірінші орын алғанбыз, осы машина бірінші орын алған. 2010 аяғында. Ол көрме қайда өтті? Бұл көрме емес, бұл жарыс. Жарыс. Бүкіл джиптар бірге қосылады, жарысады, и сонда біз бірінші орын алғанбыз. Жақсы. Мәліметке рахмет. Жақсы. Сау болыңыз. Отандық өнім Сарыарқа Автопромның коммерциялық автобусын қарауға келдім. Бұл жерде менің көзіме түскен ең бірінші дүние. Бұл бізде көбінесе автобустарда саты ғой. Ол мүгедек жандарға, балаларға ыңғайсыз, е. Бұл міне коляскамен мінген кезде меніңше мүмкіндігі шектеулі жандарға үлкен қолғабыс. Бірақ меніңше бір кемшілік өте тар. Өйткені Астана, Алматы сияқты үлкен қалаларда біз үнемі автобуста қысылып келеміз жұмысқа баратын кезде, кешкісін қайтқан кезде. Және мүгедек жандар кіргеннің өзінде оның үстіне бала, кішкентай сәбиді кіргізсе коляскамен, мына жерде тарлау сияқты меніңше. Коммерциялық автокөліктер қатарында Аки Авеста маркасының автобустары ұсынылған. Ол туристік, қалааралық және қала ішінде жүретін автобустар. Әрі олар экологиялық таза және ішінде мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған өзінің плюстары бар екен. Назарларыңызға Тәжікстанда жасалған 2 қабатты автобус. Кіріп ішін байқап шығайық, қызықты. Міне байқасаңыздар, егер мен осы жағында болсам, біраз ыңғайсыздау тұруға жабық жағында. Ал негізі бұл жазғы демалыс айларына арналғандықтан, туристік болғандықтан ашық болғаны өте ыңғайлы екен. Маған ұнап жатыр.
салынған өте биік әрі үлкен көлік. Түсі өте әдемі. Ішіне кіріп отырып көрейін. Бірақ құрылысын ешнесін білмейді екенмін. Мында жататын орын бар еще. Ретро көліктердің ішінде міне Mercedes маркасы ұсынылған. Бұрын мемлекеттік қызметтегі адамдар жүрген Волга, меніңше. Келесі автокөлік бұл екінші дүниежүзілік соғыста болған әскери көлік. Және менің балалық шағымдағы ең көп көрген көлік Жигули. Кеңес үкіметінің ретро көлігі. Ал бұл жағында заманауи көліктер кетеді. Кабриолет қыздарға жарасады, бірақ Астананың желімен бізге ыңғайсыз сияқты. Міне түсі әдемі көлік екен өте. Және міне бұл қандай BMW? Жоқ. Маған ұнаған, түр сипаты ұнаған көліктердің бірі Kia Soul 8.890.000 екен. Ішіне кіріп қарап көрейік. Бұл Kia қазақстандық сборка, өйткені Қазақстанда жасалған деген белгісі тұр. Здравствуйте, Бейбут. Здравствуйте. Можно пару слов о выставке? Я ее пытаюсь посмотреть, я бы сказал вам. Только пришли? Ну да, все, что я прошел, это до суда. Все понятно. А цель вашего визита? Цель дать комментарий в ваш блог. YouTube, да. Спасибо. Да. А еще совет девушкам. Какой посоветуете машину? Советы девушкам? Какую машину советуете? Советы девушкам, знаете, от всех феминисток отберет. Поэтому, так, вот я скажу, допустим, смотрите, RAV4, все скажут, как это сексизм, почему все время RAV4 это девчачья машина. Мне кажется, что уже бессмысленно делить машины на девчачьи и не девчачьи, да? Да. Вот, поэтому пусть они ездят на УАЗиках, а мы вот на электрокарах. На что он пожелает, на том и ездят, да? Да. Спасибо за комментарий. Спасибо. Ну что, так вы как-то грустно спрашиваете? Ну, я не знаю, что спросить, просто вы так сразу. Я только пришел, я ничего не знаю. Ну да, я же честно с вами общаюсь, да. Что-нибудь спросите такое дерзкое. Ну вот вы блогер, я только начинающий блогер. Посоветуйте мне что-нибудь, как поднять вообще казахоязычный контент. Я у вас хотел спросить. Я снимаю чисто на казахском, но вот я вы как подошла к вам. раскрутитесь, да, поэтому мне подскажете, я даже готов купить ваши курсы. Хорошо, когда я раскручусь, вы меня позовете на интервью? Конечно. Вот, ждем. Рахмет. Все, спасибо. Көрмеге келушілер өте көп болды. Ұйымдастыру жағы өте жоғары деңгейде, маған барлығы ұнады. Жалпы біздің қалада болатын барша осындай іс-шараларға міндетті түрде қатысуға тырысатын боламын. Көріскенше.